бір әйелдің күйеуі үйге тұрмай қонбай кет қапты әйелін тастап. Сонымен әйелі қимайды, жақсы көреді, бала бар ортада. Соңын жаңағы имам молдаға бара береді дейді. Бір нәрсе оқып беріңізші, бір бата оқып беріңізші, қайтсыншы, анау қайтсын деп. Ол менің қолымда тұрған ештеңе жоқ, ол сенде мәселе. Сен сұра. Десе жаңа әйел айтады дейді. Дұрыс қой, мен сұрап жатырмын, бірақ сіз де сұрап беріңізші десе, жарайды сұрайын дұға, жоқ, маған бір нәрсе мынандай бір тұмар жазып берші депті. Соны үйге қойып қояйын, соның қасиетімен келсін деп. Сонымен қойып қойғаннан жаңағы ғалым кісі молда кісі жазып беріпті. Жазып беріп, бірақ шарт қойыпты. Сен бірінші тілейсің, содан кейін барып мынаны үйге апарасың деп. Жарайды, мен бүгін тілеймін деп, сонымен тілеп, қағазда әкеп үйге қойып қойса, таңға жоқ күйеуі келіпті, жаздым, жаңылдым, кешір, ойбай құрдым, ақымақ болдым, қайттым депті. Қайттым депті. Сөйтіп, жаңа әйел таң айтпайды дейді, ой, бір молдекеңе рахметін айтайын деп, таңды күтіп апарып, жүгіріп барып, рахмет сізге, сіздің мына жазғанның арқасында келді десе, жоқ, ол сен шын тілеуіңмен келді депті. О, қалай десе, қағазды ашып қарашы депті. Қағазды ашып қараса, күйеуің келмесе мен істейін деп жазып қойып ташейін. Сондықтан ол адамның ниетіне байланысты. Сіз қазақ халқы жақсы айтқан ғой, шын жыласаң дейді, соқыр көзден жас шығады дейді. Шын сұрау керек.